Саламатсыздар ма, балалар? Қалдарың қалай? Жақсы. Жағдайларың жақсы ма, балалар? Балалар, сендерге ертегі ұнай ма? Үйге әжелерің ертегі оқып бере ме сендерге? Ал ендеше сендерге мен Тапқыр қоян деген ертегісін оқып берейін. Бірде орманда аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Ол бір қазан суды қайнаттырып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық берем деген шарт қойыпты. Көп сый-сияпаттан дәмеленіп, бақтарын сынап көргісі келген аңдар бірінен соң бірі келеді. Қанша өжеттенсе де, олардың қай-қайсының да қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында ойнақтай басып қоян келеді. Ол қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, суды ыстықтай ішуді жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой дейді аңдар аң-таң қалып. Аңдардың бәрі қоянның не істейтінін көздерімен көруге асығады. Қоян ұзыннан ұзақ қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінекей достарым, міне ыстық су, көздеріңмен көріңдер, сенбестік танытып жүрмеңдер деп бас-басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шығып, бәріне бірдей көрсетем дегенше қазандағы су суып қалады. Ал қулығын асырған Тапқыр қоян суып қалған суды басына бірақ көтеріп сіміріп салады. Таңданған аңдар ауыздарын ашып көздерін жұмады. Тіпті олар қоянға қызыға қарай бастайды. Алданған аң патшасы арыстан қоянға көп сыйлықтар беріпті. Міне, нағыз ер деп мақтапты. Сөйтіп, небір айлалы аңдардан асып түскен Тапқыр қоян көп сыйлыққа ие болып, қуанышы қойнына сыймаған екен. Ал балалар, мен қандай ертегі оқып бердім сендерге? Тапқыр қоян. Ол ертегідегі кейіпкерлер қайда өмір сүреді? Орманда. Қандай кейіпкерлер болды? Ой, жарайсыңдар балалар. Аң патшасы арыстан қандай бұйрық береді? Ой, жарайсыңдар. Ал балалар ертегі ұнады ма? Ал ендеше онда сау саламат болыңдар. Келесі кездескенше.